Біздің қазақтың жігіттері мықты болса, Саинаның бойына қыздар тұрмаған болар еді. Біздің қазақтың жігіттері шын мәнінде намысқой болатын болса бар ғой, біз біраз нәрселер болмаған болар еді. Саша Көен жер басып жүрмеген болар еді. Қазақтың жігіті мықты болса, мына шешеннің ұлтынан сен қазір быт-шытын шығарып, сен қорлақ көр. Соны айтқан адам Жириновскийдің аузынан шешенге байланысты бір ауыз сөз шықпайды. Ол қорқады өйткені шешеннен. А қазаққа байланысты аузынан ақ еткен көк ит шығады. Біздің әлсіздігіміз сол жерлерімізде. Бірақ енді бұны айту өте қорқынышты, әртүрлі нәрсеге қарай итермелеуі мүмкін бұл сөз үшін. Бірақ менің көкейімде қайнап тұрған нәрсе осындай дүниелер бар. Біздің шынында да жастықтығымыз жоқ емес. Бірақ бір-бірімізге келгенде, қазаққа келгенде, тісіне пышақтай болудың бір себебі бар. Ол құлдық сананың кетпегендігі. Қазақты аямайды. Өкінішке орай. Бірақ қазақтан басқа досы жоқ қой, жанашыры жоқ қой. Қазақ біріңді дос көрмесеңіздің бәрі бос. Абсолютно шынында да бәрі бос. Егер қазақты өзіне абзал тұтпаса, қазақты қандас тұтпаса, жанашыр тұтпаса, осы жүректегі махаббат, өзі бір нәрсені бастаған қазақ бисмиллахи-рахмани-рахим дегенде аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймыз дегенде, кімнің жүрегінде қамқорлық болады, кімнің жүрегінде мейірім болады, кімнің жүрегінде махаббат болады, сол құдайшыл болады, сол азамат болады. Сол махаббат сенің елің үшін жаңағы жерде қызмет қылу, жаңағы салып жатқан шараларын істесе де абзал сияқты. Сол елге деген махаббат, намыс сені соңғы рингте жаңағы біздің Бахтиярдың Али Саидовпен нетіп жатқан бүкіл тактикасын бұзып алдыға шықты ғой. Сол әр жағында не бар? Намыс әкетіп барысқан. Ол потенциал әкетіп барысқан. А біздегі намыс деген нәрсені көбінесе басынан сөз ысырмау деп түсінеді де ақымақ. Ол намыс емес. Ол бетбақтық деп айтады ол. Ал енді сабыр, мысалы үшін жігіттің мықтылығы деген ол табандылықта жатыр. Біздің психологиямызда қате. Кітапты бір қарағанда жаттап алып, таңертеңнен кешке шейін оқып жатқан кезде, ал кітапты бір қарап бес алады. Ол дұрыс емес. Сен сол кітапты сондай қабілет бересің, онысы және табанды болсаң, сенің ғұлама шығады, сені мықты шығады. Мысалы үшін жаңа Қаныш Сәтпаев жайлы саясат айтып жатыр. Өте дұрыс. Қаныш Сәтпаев 19 жыл Баянауылда сот болып тұрған жерден сот дейтін керемет қызмет қой, блатной қызмет. Сонысын тастады Томскідегі геологоразведочный институтқа кетіп қалды. Өйткені қазаққа сот емес, қазаққа геолог керек, инженер керек. Инженерия дамымай, ел болмайды, жұрт болмайды. Осыны білген Қаныш сондайға өзінің басын тікті. Міне жігіттің төресі. А біз қай жерде атақ, қай жерде жылы жұмсақ, қай жерде көрінетін нәрсе, соған қарай бейімділік. Бұның әр жағында тақылдық сана, кембағал комплекс неполноценности дейді ғой. Ай, бәрекелді.